Шаға. Нури Камал әні жайлы тоқтай кетсек, кеше осыны ағадан сұрап көрейікші деп өзіміз ойландық та енді. Өте керемет орындау ғой, сіз орындауыңызда ол сөз жоқ. Сосын бәріміз тыңдап жүрдік Нури Камалды. Тарихын былай біреу біледі, біреу білмейді, бит жүрдік. Былай. Сосын барып киноға, үлкен кинотеатрға шыққаннан кейін ол әнді бір андай бұрынғыдай тыңдамай қалдық, бір түрлі бір позицияда қалып кетіп келе бір елдің ортасында сондай бір ой толғанған сияқты, иә, бұл сондай болып қалды. Әсіресе әйелдердің арасында, мен соны естідім. Сізге әсер еткен жоқ, бұл киноны көрдіңіз? Негізі жалпы тарихын біліп пе едіңіз әнді? Жоқ, мен білем ғой, қалай жазылғанын барлығын. Мен Хамиба Есенғараева апамыздан өз аузынан естіген. Біз талай сапарлас болдық, көп жерде бірге жүрдік. Мен өзінің аузынан оригинал қалай болғанын білем. Енді көп жерде айтылып та жазылып та жатыр, бірақ кішкене бұрмалайтын жерлері бар. Кешегі фильмнен кейін жаңағы әйелдердің бір ішінде сондай бір ғыжылын тудырған сияқты деп естідім. Мен енді бар ғой, Ғалымжан, Дидар, мен ана нені көрмеймін ғой. Мен ютубтан шотс дегенді ғана айналдырып көрем да. Бұлай менің телефонымда Инстаграм, ТикТок, Фейсбук деген нәрселер жоқ. Мен оны қарамаймын. Енді оны бір мақтанатын нәрсе емес, бірақ менің миым тыныш анадан әркімнің үйінде жатып алып жазып жатқан ойын тыңдап айтады, соған перерыв етеді, соны оқуға уақыт жоқ шынында айтайыншы, зауқым жоқ. Керемет. Ал Нури Камалды мен осылай деп сырттан естимін, мысалы, осылай адамдардан естимін. Осылай болыпты, сонда екінші әйелді бүйту керек па, сөйту керек па деген. Құдай-ау, ол енді әркім өзінің іштей қаншалықты бұзылғанына байланысты ойлайды ғой. Ал ән деген олай емес қой. Енді мен фильм туралы ойымды айтсам, режиссерлар ренжіп қалуы мүмкін. Ол жаққа көп жақындамайын. Ал ән өте, мысалы, қыздарға қойылған, сондай керемет әннен қойылған бір ескерткіш деп ылғида айтамын. Нури Камал деген ғажап ән, біздің алтын қорға кірген ән, оны шығарған Тұрдықұлыш ағамыз осы карантиннің басында, пандемияның басында қайтыс болды. Ал енді кейіпкер Нури Камал Сейітжанова ол осы 2-3 жылдың көлемінде қайтыс болды. Қазір бір кейіп ақын тірі. Мысалы, сол кеше фильм түсіретін кезде де Хан апамыздың алдынан өтіп жігіттер сөйтіп түсірді. Фильм үлкен қатты сәтті болды деп айту қиын. Сәтсіз болды. Менің енді жеке пікірім. Әркім әртүрлі ойлайтын шығар. Бірақ кейбір жазбаларды оқығанымда біз Жұбаныш айтқан Нури Камалды фильмнен көре алмадық. Иә. Сол тура сондай болды бәріміздің. Иә, солай. Ол енді қазіргі біздің білмеймін енді көпке топырақ шашуға да болмай шығар, бірақ біздің қазіргі киноның деңгейі солай ғой. Біздің киноның деңгейі қазір комедия ғой, күлкілі нәрсе әйтеуір, жұртты қақалап күлдірсе болды, сонымен әйтеуір касса жиналса болды деген сияқты. Ол фильмнің де кассасы өте жақсы жиналған болу керек, өйткені Нури Камал деген атының өзіне әр үйдегі бір қазақ кіріп шығады билет алып. Ол кассасы орындалған шығар, бірақ мақсат әдемілік, Нури Камалдың бейнесін аша түсу ол орындалған жоқ, менің ойымша. Ал енді қалай болғанда да осы фильмге арқау болған Нури Камал деген әнді сол біздің орындауымыздағы ән елге ұнаған соң, тараған соң кеңінен сол фильм түсірілді ғой деп ойлаймын. Ал оны маған дейін де бұл әннің ең бірінші орындаушысы Құрман Шойынбаев деген Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, ол кісі қазір 70-тен асқан ағамыз, Шымкент қаласында тұрады. Одан кейін Кенжеғали Мыржықпаев ағамыз орындаған. Маған дейін сондай бір 3-4 әншілер орындаған. Бірақ сәтін салып, менің орындауымдағы нұсқасы елге тарап кетті. Сонымен сондай болды. Енді әртүрлі әндер тарап кетеді ғой, чип-чипті тарап кетті. Сол сияқты ғой енді ол тарап Ой аға. Чип-чипті. Ол халықтың білмейсің қаян, қалай жүрегіне қалай тиетін қаяның білмей қаласың ғой. Нури Камал менің өзіммен озып жүрді. Мен анау Созақтан Мұнайқа көшкенімде алдында тұрды, Жетісайдан Шымкентке көшкенімде алдында тұрды, Алматыдан Шымкенттен Алматыға көшіп келерімде Нури Камал менің алдымда жүрді. Ылғи да бірінші менен бұрын әнім барып алып жүрді, мен баратын жерлерге. Сондықтан Сол бізден жаңа буынбыз ғой, сол киноны көргеннен кейін, Нури Камалдың
ән тағдыр осылай ма екен деп. Бірақ сонда да бір ана әнді естіген кезде сол тағдырды амал жоқ, білесің да, білгеннен кейін миында тұрады, осындай екен ғой деп. Бірақ енді басында кинодан шыққаннан кейін бір екі айлық эффект болған шығар, одан кейін қайтадан өмір болғаннан кейін түсініп, адам ғашық, енді ешкім жаңағыдай жаман болсын демейді, ғашық сезімін ұстай алмайсың ғой. Көрді, ғашық болды, онда кінә жоқ дегендей андай бір сезімін ұстай алмаған. Мысалы ана ауызбен айтылғандағы мына әңгімені соның видеосы ғана ғой. Ана жерде үлкен бір драма, ана жерде бір сценарий, не деп айтып жүрсің, киноның сондай бір қысқы сәті жоқ. Мына ауызбен айтылды, барыпты, тауға барғанда сондай пикникке барып, сөйтіп ғашық болып қалыпты да, сонымен үйтіпті. Ауызбен айтқанда дәл солай камерамен түсіре салған. Көп нәрсе жоқ болып кеткен ба? Және енді Нурикамал тауға мынандай киіммен бармайды ғой адам. Тауға басқаша киіммен барады ғой. Нурикамал туфлимен шауып жүрген жерде. Соны таңғалып баста шляп, ана тау тастың ортасында каблукпен ойлашы. Мен аны көрдім да мынау істесі тағы. Өте сондай өте жұпыны. Логикаға сыймайтын. Жұпыны кино болды анау деген, мен өте қарным ашып. Жалпы мен ойлаймын, мысалы, мен сол әннің тарихын білмей тыңдап жүре беруім керек пе деп ше. Кейде солай болады. Біз кітап оқимыз, мысалы. Махаббат қызық мол жылдар. Менің өзімнің елестетуім басқа. Мүлдем басқаша елестетемін. Ертең оны фильм шықса, негізі көптеген осы жердегі көрермендер де келіседі деп ойлаймын. Кітап шығады, мысалы Америкада күшті бестселлерлер бірдеңелер шығады, міндетті түрде артынан фильм шығады, фильмі тіпті басқа. Біреуін алып тастайды, біреуін қосады. Сол сияқты әнде де менің өзімнің елестетуіммен, өзімнің сценарийіммен әдемі болып жүре берген. Бекер таныспын дейтін кездерің көп болады ғой өмірде. Мысалы телевизордан көріп жүрсің, күшті, анау әнші өнерпаз керемет. Сөйлесіп қалсаң оны басқа да. Білем, бекер таныспын дейтін. Аға сондай отыр. Телевизордан көріп жүре беруің керек еді ғой, деген сияқты. Бір танымал әнші үлкен өзіңіз сияқты бір ағамыз айтқан еді, бір жерде отырып қалдық сол кезде. Мен дейді, жаңағы көз алдымызда жүрген Роза апамыз, Мақпал апаларымызбен дастархандас болғым келмейді дейді. Мен ол кісілерді сыйлаймын, құрметтеймін, өнерін жақсы көрем, бірақ дастархан басында әртүрлі әңгімелер кетеді. Сол кезде ол кісілерге деген құрметім, сыйластығым сөніп қалмасыншы деп, тек алыстан амандасып, қал жағдай біліп кеткім келеді. Әрине, бәріміз пендеміз ғой. Бәріміз бір жерде жаңа айтқанымызда көңіл күйге байланысты әртүрлі нәрсе айтамыз. Біз деген енді періште емеспіз ғой, ылғи да бір сондай бір дұрыс. Әркімде әртүрлі көңіл болады. Бір кезде көтеріледі, бір кезде түсіп кетеді. Соның бір дұрыс емес сәтіне келіп қалса, шын мәнінде өте ол кісінің ұстайтын несі, өте ұстаным өте дұрыс деп ойлаймын. Мына біреу қазіргі мына Инстаграм, жаңа интернет деген қиын болды ғой қазір, өте қиын. Тем более біздің артистер үйінде мынанша көйлегім бар, мынанша туфлиім бар, мынанша машинамның анау деген ұят қой, бүйтіп қарағанда масқара ғой. Үйіңнің ішін барлығын аралап түсіріп көрсетіп, бір кездер солай болды ғой, мен соған таңғаламын. Ұры күйсе де жаман ғой, бәрін біліп алып. Бүкіл үйіңнің бүкіл жаңағы бөлмелерін. Сонда бір әңгімеде айтады ғой. Мынау еліктейтін адам 3-4 болсын дейді, сен үлгі тұтатын адам. Ал енді жалпы тірілерден емес, мына өмірден өтіп кеткендерге соларды үлгі тұтыңдар. Олар сені таңғалдыр, олар сені кейін сенің ойың таңғалдырмайды дейді. Сол биігінде қалады болды. Болды, бір биікте қалады. Ал мына жаңағы Жансай айтпақшы, тірі кезінде жаңағыдай бір дастархандас болып қалып, ананың бір сәл бір онша емес бір жағынан танып қалсаң, қиын сол ғой. Сен таудай көріп, бағалап жүрген, аспандатып, сөйтіп жақсы көріп жүрген адамның жаңағындай кішкентай бір әңгімесінен көңілің қақып қалса, ол қиын да. Сондықтан да тірілерде емес, мынау өмірден өткендерге соларды үлгі тұтсаңдар абзалы сол деп сөйтіп айтады. Сол үшін де Роналдумен дастархандас болмаймын мен. Мен де Мессимен дастархандас болғым келмейді. Екі әлем қарсы келді. Когда встретились два разных мира. Мен Роналду ма? Болды ғой. Месси. Бітті. Мен жерде жау. Мен Роналдуны мойындаймын. Роналду қалай мойындамасқа болмайтын, ол мойындайтын керек қой. Бірақ Мессидің ойыны ұнайды. Бірақ деген бұрыс тұр ғой шер. Сондай эпоха. Қандай екі адам бүкіл әлемді екіге бөліп жіберді, керемет бүйтіп қарағандай. Екі-ақ ойыншы. Енді оларға дейін. Жоқ, мен Роналду ғой. Мессині ұнатпайсыз ба былай? Жоқ, ұнатамын.
жақсы көремін сен. Бүкіл Роналдоны жақсы көретіндер Месси жақсы көреді негізі. Жоқ, ана олар енді мысалы енді олар қайда, біз Американың мына Алматының кішкентай бөлмесінде отырып ұнатамын ұнатпаймын жақсы жаман деп отырғанның өзі, бірақ бәрінің ойы бар ғой. Мысалы Роналдода үлкен кең футбол, әдемілік, сұлулық бар, дидар, иә? Ал Мессиде бүйтіп тыртың деген бұты қысқа балалар болар ғой. Иә, Айтпаңыз олай. соны Месси ойыншы емес. Тыртың деген айтты маған. Дейтін. Біреуге Құдай сондай бақ береді, бақ деп айтуға болады. Иә. Сондай. Екеуі де жаман жігіттер емес жалпы. Негізінде. Просто Роналдо, Криштиану біздің ауылдың баласында. Болды, Артымыздан футбол ойнап, біз ойнап жүрген кезде олар қайда топтасып жүрген болар. Иә, Жұбаныш аға футболды жақсы көресіз. Жақында ғана Галатомет. Жеваңыз. Сен қызметтесің. Мен қызметтесім, аға. Ағаның қасында. егер аузыма салма деймін. Жақында ғана Мәскеу қаласында футболдан әртістер арасындағы әлем чемпионатына барып қайттық. Ойбай, ана информацияны қалай білмей қалыппыз. Мен бұл іс-шара арт футбол деп аталады. Арт футбол. Ол әлемнің 16 елінен командалар қатысады. Тек қана әртістер деп айтады, бірақ барсаң ана жерде профессионал футболисттер жүреді. Оның ішінде таза баратын сол Азия, біздің қырғыздар, қазақтар, жапондар, кәрістер. Жапониямен кәрістер андай демалу үшін әртістерді әкеледі олар. Концерттер профессиональный күшті болады да, бірақ ойындары 16-0 болып мәз болып жүре береді алар. Жеңіліп, олар өздерін өйтіп қабылдамайды. Біз деген тұрып, неқтан тырысып, жаңағы бір-екі жаңағы ойыншыларды тартып жіберіп барасында ше. Олмен тексерісіп, ана жерде жасып, бір-бірінің үстінен ерегісіп жатады қырғын. Қандай өнерің бар деп па? Сонымен концерт күні қай жыл бір барғанымызда Голландиямен ойнап 2-1 ұтылып қалды. Сонымен біздің балалар артынан жазады ғой енді жаңағы мына ойыншы, мына игрок. Сөйтсек бір үшінші ма, екінші ма дивизионда ойнайтын $8 миллион алатын футболист жүр аналардың ішінде. Сен ойласаң енді, ана концерт қоятын, бір ел бір кезде, бір күнде бір концерт қояды. Қарасақ, 2-ақ музыкант бар да, қалған 15 артында деп тұрады алар. Хор болып андай өлдік анаған көріп. Ал бізде таза баруға тырысады. Енді әрине өзінің бір ережесі бойынша 2 ардагер футбол апаруға болады деген сияқты, басқа мамандық несін апаруға болады деген сияқты ережелер бар. Осы барғанымызда, менің қысқасы, Әзербайжанды 3-1 қылып ұттық та, мен өз 2 матч ойнадым. Парагвайдан 3-0 ұтылып қалдық. Керемет. Парагвайдан, иә. Ұлттық құрамаға алу керек қой. Сен ұтылып қалған кезде қол ұратының жаман екен. Парагвай керемет. Одан кейін біз группадан шыға алмай қалды дағы, Белоруссиядан ұтылды, Россиямен 1-1 болды. В общем, 16 команданың арасында 7-ші ма, 8-ші ма орын алып қайттық қой. Ұлттық құраманың статистикасынан жақсы ба? Не болса да. Иә, біздің ұлттық құрама формасынан да күшті біздікілер. Фондты көрсең ана жерде баяғыда, бар. Обедке басқа киім, ужинға басқа киім, тренировкаде басқа киім, ана жерде масқара болады. Мә күшті ғой. Сізден бөлек тағы қандай өнер адамдар бар? Қазір бұрын Мұқаш ойнады, Мұқасан Шахзадаев біздің капитанымыз болды. Қайрат жақсы ойнайды, Түнтеков. Қапқарашка ойнады. Енді әзір қазір Бирингодағы 4-5 2-4 баланың 2-3 ойнады. Ғаділбек бар. Қазір енді сол жердегі ақсақалы Ғаділбек болып қалыпты. Ғаділбек. Мен барғанша. Мен барғаннан кейін мен капитан болдым. Енді сондай керемет демалыс, керемет сондай іс-шара анау өзі. Сондай бірақ соның ішінен біз бәсеке тауып, жарыс тауып, сол жерде әркіммен ұрысып жүреміз ғой жағы. Керемет бір 10 күндік сондай іс-шара жақсы. Ол 2007-тен басталып келе жатқан дүние, біз 13-ші ма, 12-ші жылдан бастап бардық. Сосын 15-ші жылы ма, 16-ші жылы ма біз сол чемпионаттың чемпионы болдық. Керемет. Анау айтқан кезде чемпион, әлем чемпион, футболдан әлем чемпионатының чемпионымын деп айтасың да, сосын бәрі деп отқан кезде
әртістер арасында дейсің. Оны айтып қойса да болады. Соның өзі керемет қой. Иә, керемет, Соның өзі керемет. Ол басқаша Ол сезім. жаққа түсу үшін Жұбаныш аға белгілі бір жас мөлшерінен бастап па әлде мысалы Жалпы мынау сахнада жүрген иә артисттер жоқ мысалы иә өнердің бәрі мысалы сен де Дидар да ойнауға болады. көзі тұр ғой Жансаяның осы жерде ше Жұбаныш аға міне. Сразу сұрап алайын. Иә, сразу. Өйткені біз аптасына 1-2 рет Дидар барлығымыз футбол жақсы көреміз. Мен де шақырсаңдар. Жоқ, қазір иә, ол ұсынысты айтқыңыз келіп отыр. Сол кезде Мен енді ойнап қатырмаймын қазір, мен просто ақыл айтып жүремін жандарда. Жоқ, өзің жүргеніңіз ойбай біз үшін әжептәуір. Мен Жансая көрдім ба, біз Дидармен бара берейік, сен жүре бер. Ешқандай ренжіме. Мен қашан қалып еді. Әлем несіне қатысамыз әртістер арасында. Бопты. Сосын бір мүмкіндігіміз біз андай бәріміз бала кезде футболист болғымыз келді, бірақ енді жасы өтіп кетті, барлығы келмегеннен кейін бір арман ғой енді. Соны әлем дейтін сөзі бар ғой бұл жерде енді әртістікке қарамай қойып әлем Чемпионат мира деген сөз. Иә. соған қатысайықшы, әлем чемпионатына қатысайық та, мына сөз үшін біраз жерге баруға болады. Иә. Все, бүгіннен бастап. Қазір енді қазір Абай фамилиясын ұмытқан бар. Сол жігіт қазір мынау Құнанбаев? футзалдан жоқ. Футзалдан мына біздің футзалдан жақсы ғой біздің құрама. Сол жердегі сол футзалдың сол Қайрат клубында жұмыс істейді. Біздің қазіргі ойнайтын тренеріміз өзі бізден жас бала. Соның алдында Ғалымжан Арыстанбеков деген бизнестегі жігіт досымыз болды. Сол бізге спонсор болды. Спонсорлар тауып керемет ғаламат матчтар жасады. Естеріңізде болса 17-ші жылы ма сол Россияның өнер жұлдыздары келіп бізбен орталық стадионда ойнадық. Сол жерде сөйлесіп, мысалы Эйр Астананы келіп кетуіне қамтамасыз етіп, Асарти деген анау ресторандар істейді, сонымен сөйлесіп, тамағын ұйымдастырып, қонақ үйлермен, ол енді үлкен қыруар шаруа ғой, соның бәрін жасап жүріп. Сөйтіп 17-ші жылы Бедук орталық стадионда 3-1 қылып Россияны ұтқан болатынбыз. Сол жерде 2 голды кім ұрды? Сіздер. Кәні. Инстаграмнан қарап жіберіңдер десең. Жоқ, мен айта салайын. Мен ұрдым. Форме, аға. Вы в форме. Россияға қай қазақ дубль жасап еді? Ешкім мақтамайды соны. Мен бірақ осы футболды айтып мақтанғым келеді. Мен музыка басқа емес. Мен футбол шынымен жақсы ойнадым. Ойнаймын деп айтпай ақ қояйын. Ойнайсыз ғой? Ойнадым бірақ. Шынымен жақсы ойнадым мен. Мен футболды өте жақсы көремін. Бала кезден жақсы ойнадыңыз ба? Иә. Футболист болғыңыз келді ма? Әрине. Бірақ бола алмадыңыз. Не себептер? Қаржылай, өткенде ғана менің бір класстасым звондап ауылда баняда отыр едім дейді, мына төменде отырған бір кісілер сен туралы сөйлесіп отыр. Әжептәуір дримблинг бәрі на месте, сондай керемет, бойы да бар, скорость қандай еді, керемет еді. Білмеймін ғой, өзінен өзі өлең айтып кетті ғой. Сөйтіп айтып отыр дейді, сені дейді. Тап соны бәрі футболист бола ма деп ойлап жүрген кезде, білмеймін ғой, өзінен өзі өлең айтып кетті ғой деп айтты дейді. Футболист болмауға бір белгілі себептер болды ма? Енді еш ондай Ғалымжан ондай үлкен алдымызда оның үстіне біздің заманымыздағы біз мектеп бітіргеннен кейін мынау бәрі заман өзгерді ғой. Біздің студент кезіміз ой қызық болды, керемет болды деп айтқанмен сыртына қарасаң жейтін тамақтың өзін табу жеудің өзі қиындау кездер болып қалды бір кезде. Продукты деген нәрсенің өзі мысалы 90-шы жыл мен 2000-нің ортасында болдық қой біз студент. 91-ші жылы бірінші курсқа. Сол кезде студент болдыңыздар иә сол уақытта? Иә, сол кездерде енді жастықтың өзі қызық қой, жастықтың жалынымен ештеңе білінбейді. Ал былай қазір ойлап қарасаң, действительно қиын екен ана жерде. Ештеңе жоқ, дефицит, барлық нәрсе жоқ. Ақшаң болған күні ақша да жоқ. Үшін бар нәрсе жоқ қой, yani барлығы жоқ, бірақ соның ішінен өзімізге қуаныш тауып, ой деп өттік қой сол. Сондықтан қазір дей аласыз ба? Қазір мен бойдақпын. Иә, жоқ енді ол. Сол ғой аға. Сіз айтатын сол ғой. 90 жылға нәрсе айтып отыр ек, алдыдағыны. Бойдақ. Менің бойдақ болмағаныма біраз жыл болды уже. Еске түсіріп жаңа. 31 жыл болды. 31 жыл. Алдындағы жүрген уақытты қоссам 34 жыл болды қазір. Почти бойдақ емеспін десең. Аға енді жаңа айтып жатырмыз ғой, біздің заман деп айттыңыз, иә? Міне өзіңіз көріп отырсыз қазіргі заманның бойдағын. Және бұл бойдағы жігітіміз кішкене
орысша айтканда нерешительный дейді ғой, сәл кішкене содан болып жүрген шығар. Иә, батылдық жетпей қалады кейбір кезде бір әртүрлі уайым, әр нәрсенің жетегінде кетіп батылы жетпей қалған сорлы жүрек дейді ғой Найнтион аға бауырларымыз. Содан кішкене осылай ұзақ жүріп қалғаны бар. Сіздердің кездеріңізде қалай едіңіздер сіздер? Батыл ма едіңіздер сіз? Енді бұлай бар ғой, былайша бір сөзбен айтып тоқтатар. Ол былай дұрыс емес, былай болғанда біз үйткен едік, біз бүйткен едік деп айту қиын. Әркімге үйленуді өз Құдай тағала өзі бұйырған уақыт болады. Қалай болғанда да. Ал үйленбегендер бізден емес деген сөздер де бар. Енді мен қатты бір үлкен діндар емеспін, бірақ мен сол бір жүйелі әңгімеге сонда мысалы дін деген, ислам деген өте жүйелі ғой барлығы. Мен сол төңіректен, мен енді Құдай өзі кешірсін, Құранның бетін ашқан адам емеспін, бірақ соның толкованиясын көп тыңдаймын. Уақыт әлі алда ғой әлі. Алда қойдық қой. Ағам үміт беріп жатыр мен жаңағы. Мотивация беріп жатыр маған. Екеуіңіз күшті таңдаймын болып отырсыздар. Ата? Ал бірақ енді сол тезірек үйлену керек негізінде. Негізінде. Тезірек үйленген жақсы ғой. Тезірек балалы боласың. Көп нәрседен тезірек құтылып аласың жас кезіңде. Кейін өзің 80-де балаң 10-да болып тұрса қиын болып қалады. Ойлан онда. Рахмет аға, 70 жасында мықты қылып санап тұрсың мені. 80-де балам 10-да, 70-де жұмыс істеп тұрмын, значит. Сондықтан тез жаңағы үйлі баранды үйленуіңе тілектеспін. Әмин аға. Бұның аға сол кішкене қоғанда тойыңа барып ән айтайық. Ой-ой, күшті. Менің гонорарын кетдейдік па сөйлесе салады. Шынында ешқандай өтіріксіз, ешқандай бір өшеде қоспасыз. Мен Махаббат майданы дейтін әніңізді білеміз. Сол Ринат Гайсин ағамыздың сүйемін дейтін өлеңі бар. Сүйемін. Сол сіздердің өлеңдеріңіз бір андай бір арман ғой енді, осы ағаларды бүйтіп тойымда көрсем екен, жаңағы әндерді тыңдасам екен, өзім тыңдайтын әндер. Одан кейін үйленбей жүрмін деп қойсай. Гонорарларыңызды жинап алайын. Уақыттарыңызды қарап жүрдім деп. Гонорарларыңыз қашан арзан дейді, сол кезде үйленемін.